Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 4-ші сабақ 15-ші жаттығу. Тыңда, тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Торғай деген мәтін берілген екен, иә? Соны оқып көрейік. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Мінеки, осындай керемет мәтін екен, иә? Енді осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бақшаны кім аралап келе жатты дейді. Бақшаны таңертең ерте тұрған Омар атай аралап келе жатты, иә? Ол нені көрді? Торғайды көрді, иә? Жусанның ығына тығылып, қорқып отырған, бүрісіп, тоңып отырған торғайды көрген екен. Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді дейді. Себебі ол өзі қорыққан, үстінің бәрі су болған, е? Сонда үрпиіп, бүрісіп отырған торғай екен, е? Ол қорқып, тоңып отыр екен. Сол себепті жалтақтап қарады, е? Оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың, оны неден байқадың дейді. Оқиға күз мезгілінде болған, е? Себебі күн салқындап, жаңбыр болып кеткен далада. Суреттен байқасақ та шөптердің түсі сарғая бастаған екен, яғни күз мезгілі екен. Келесі 16-шы жаттығу. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Бірінші сөйлемде тыйым сөздер құсты атуға болмайды деген сөздер екен, иә? Екінші сөйлемдегі тыйым сөздер құсты атпайды деген сөздер болады екен. Енді осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс дейді. Дәлелдеуіңде өйткені себебі сондықтан сөздерін пайдалан дейді. Құсты не үшін атуға болмайды? Не себепті деген мысалы сұрақ қойса, себебі құс ол табиғаттың бір бөлшегі, иә? Құстарды атуға болмайды деп осылай айтып түсіндіріп көрсең болады. Құсты атпайды. Өйткені оның балапаны бар. Балапан шығарған құсты атуға болмайды деп. Өйткені себебі деген сөздерді пайдаланып өз ойыңды айтып көрсең болады. 17-ші тапсырма. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір дейді. Қоян деген ертегі берілген екен. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенем. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі дейді. Осындай ертегі берілген екен, бірақ орны ауысып кеткен екен, бөліктері. Енді осы ертегінің бөліктерін ретімен қойып шығайық. Мәтіннің алғашқы бөлігі былай болады, Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенем. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Екінші бөлігі. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Мінеки біз мәтін бөліктерін екі бөлікке бөліп, рет-ретімен қайсы бірінші, қайсы екінші екенін тауып алдық. Келесі мына мақалдардың ішінен қайсы осы ертеге сәйкес келеді. Соны анықтап көрейік, сақтықта қорлық жоқ деген мақал екен бірінші. Екінші, қорыққанға қос көрінер. Үшінші мақал, жақсы сөз жарым ырыс деген мақал екен, Осы үшеуінің
Екіншісі сәйкес келетін сияқты, қорыққанға қос көрінер деген. Себебі қоян әр нәрседен қорқып, ары-бері қашып жүгіріп жүрген екен. Келесі 18-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы, сұраққа жауап бер. Қанша сәбіз еді деген өлең екен, оқып көрейік. Біздің үйде көжек көп, іштерінде өжет көп. Әсіресе 5 көжек, маған нағыз дос көжек. 5 көжекке достасқан, сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші ал енді дейді. Сонда қанша сәбіз болған екен? 5 көжегі бар екен, әр қайсына қос-қостан беріпті. Яғни 2-2-ден беріп шыққан екен 5 көжекке. 5-ті 2-ге көбейтсек 10 сәбіз екен. Бірақ қолында тағы бір сәбіз қалып қойыпты. Сонда барлығы 11 сәбіз болған екен, Енді осы көжек, өжет сөздерінің мағынасын сөздіктерден тауып оқы дейді. Көжек дегеніміз ол қоянның балалары, көжек деген. Ал өжет деген сөздің мағынасы батыр, батыл, қайсар, ержүрек деген сөздермен сәйкес болып келеді. Яғни мықты, қорықпайтын, батыр мінезділерді өжет дейді. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.